Баршаңызға қайырлы күн, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді бір жасағаннан шығатын меренговый рулет жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен біз керек заттарын дайындап алатын боламыз. Бізге керегі жұмыртқа, қант, кукуруз крахмалы және де лимонная кислота керек. Ең алдымен ыдысымыз құрғақ, іші таза болу керек. Ішіне жұмыртқамызды ағынан сарысын ажыратып, осылай ақ уызын бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Сары уызы түсіп кетпеу керек. Және де мен 160 грамм ақ уыз қолдандым. Менде мұнда 4 қана жұмыртқа кетті. Толық рецепті астына жазып кететін боламын. Осылай барлық жұмыртқаларды ақ уызынан сары уызын ажыратып салып алатын боламын. Енді ақ уызымызды жайлап миксерлей бастаймыз. Жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа жайдан көтере бастаймыз. Осылай ағарғанда үстіне қантты бөліп аз-аздан салып отыратын боламыз. Міне осылай аз-аздап қантты бөліп саламыз. Сол кезде біздің массамыз керемет болып, ақ уызын ұстайтын болып, жақсылап миксерленетін болады. Міне біздің массамыз дайын, өзінің массасын ұстайтын. Ыдысымызды аударған кезде біздің меренгамыз түспеу керек, осылай өз массасын ұстап тұру қажет. Енді үстіне кукуруз крахмалын және де шымшым лимонная кислота салатын боламыз. Және де тағы да бір миксерлеп алатын боламыз. Енді дайын болған меренгамызды осылай противеньге орналастырып жайып шығатын боламыз. Противеньге барлығын бір келкі етіп жайып шығатын боламыз. Барлық беті тегіс болу керек. Тегістей жайылуы тиіс. Сол кезде біздің меренгамыз сынбай жақсы оралатын болады. Міне барлығын бір келкі етіп жайып алдым. Енді қызып тұрған пеште 150 градуста 30-35 минут пісіріп алдым. Міне біздің меренгамыз пісіп шықты. Енді асықпай противеньнен шешіп алатын боламыз. Мен осылай үстіне пергамент қағазын төсеп, аударып үстіндегі противеньді алып тастадым. Содан кейін астындағы пергамент қағазын жайлап, ақырындап алып тастадым. Сосын бөлме температурасында әбден суытып алатын боламыз. Суығанға дейін біз ішіне салмасын, яғни кремін дайындайтын боламыз. Менде творожный сыр, сахарный пудра және де сливки қолдандым. Үшеуін бірден салып, жақсылап бір келкі масса болғанша миксерлеп алдым. Міне біздің креміміз дайын. Енді бұны меренганың үстіне жағып шығатын боламыз. Бір келкі етіп, тегістеп жағып шығамын.
Міне кремін барлық жеріне жеткізіп, тегісте жағып шықтым. Енді мен ішіне қатырылған малина салдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша клубника салсаңыздар болады, немесе әртүрлі джем сияқты өз қалауларыңыз бойынша кез келген жидектерді салсаңыздар болады, немесе салмай қойсаңыздар да болады. Міне барлығын орналастырып алдым. Енді жайлап пергамент қағазының көмегімен осылай меренгамызды рулет етіп орайтын боламыз. Міне осылай жаймендеп пергамент қағазының көмегімен рулет етіп орап алатын боламыз. Міне меренговый рулетіміз дайын. Енді үстіне әсемдік үшін қалған кремнен осылай насадканың көмегімен кремдерді орналастырып шықтым. Содан соң әсемдік үшін оның үстіне малиналарды орналастырып шықтым. Міне біздің рулетіміз дайын болып шықты. Өте керемет, жасап көрсеңіздер болады. Жасап, үйдегілеріңізді, қонақтарыңызды қуансаңыздар болады. Дәмі өте ерекше, бір жасағаннан шығатын меренговый рулеттердің бірі. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Айдана.